Сәлем достар, мен бүгін бір маңызды ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Мүмкін біреуге бір оң пайдасын беріп қалар деген ниетпенен. Мен балам негізі аутизм диагнозы қойылған. Сол миға салқын тиген. Содан деген біз көп емдерді қабылдадық. Жақыннан бері 2 ай бұрын шөпті дәрілерден шай демдеп, шай беріп, кішкене ас қорыту жүйелеріне жақсарды. Енді жақыннан бері осы 1 аптадан асып кетті, 2 аптадай болып қалды. Мынандай бір табиғи бір дәрі тауып алдым да, таблетка. Ішінде әртүрлі шөптер қосылған екен. Бір 10-15 шөптей қосылған. И осыны прямо шөпті таза күйінде ұнтақтап, андай бір қатыратын несімен таблетка қылып жасап шығарған екен. Таблетка қылып. Мынандай таза шөптен жасаған таблетка қылып осылай сатылымға жіберген. Міне здоровье легкие деп аталады. Каспий бойынша заказ бердім. Ішінде 90 таблеткасы бар. ИП Гордеев дейді. Сондай бір екен, шағын кішігірім фирма екен. Осы Каспийден көріп, табиғи екенін көріп, осыған заказ бердім. Қысы бойы неғылып жөтеліп, өкпелерге салқын тиген болар деп осындай дәріні алдырдым балдар үшін. И өзім де ішіп жатырмын, 2 аптадай шамаласып қалды. Сонда байқағаным, менің баламның басына прям дүмпешік болып, қызыл нәрселер шықты басына. Прям мен ойладым, мына дәрі уже мені қызыл, салқын тиген жерлерін қызыл дүмпешік қылып бетіне шығарды басындағы нелерді, салқын тиген жерлерін, прям дүмпешіктің несі көлемі 3 сантиметр, біреулері 2 сантиметр сондай болып бетіне шықты. Қазір мен көрсетейін. Міне баламның басындағы дүмпешіктер. Мына қара. Мынандай дүмпешік болып шықты. Артында мынау прям 2 сантиметр, мынау да 2 сантиметр, 3 сантиметр дүмпешіктің көлемі. И мына қапталына да шығып кетті. Мен ойлаймын, бұл ауру сыртынан шықты. Осы енді бұған дейін де көп дәрілер қабылдадық. Именно осы табиғи. Мен шай ішіп жүргенде бір кеңес естіп қалдым да. Табиғи, менің ұнтақталған шөпті өзін қабылдау керек. Сол кезде осы таблетка именно ұнтақталған и таблетка қылып жасап шығарған. Міне осының пайдасы шығар деп ойлап отырмын. Енді оған дейін де көптеген шайлар іштік, көптеген дәрілер қабылдадық. Сосын С витамині қосып ішіп жүрдік. Айран, сүт ішіп жүрдік. Міне балам біршама неғып қалды, бұрын тыныш отырмайды, бір жерде отырмайды, айтқаныңа қарамайды, түсінбейді, сондай бір қатты бір острый жағдайда еді. Қазір міне Құдайға шүкір, ең бірінші Құдай, осы балам осындай ненің арқасында, табиғи шөптің арқасында кішкене болса жақсарды деп ойлаймын. Енді біз бұдан кейінгі жағдайын қарап бақылаймыз. Мен ойлаймын, осы ауру сыртына шықты. Бұрындар айтатын еді, егер сыртына қызыл жара болып, бір сыртына үстіне жара болып не шығып шықса, уже аурудан жазылды деп айтатын еді. Сол мен ойлап отырмын, салқын тиген нелері сыртына шықты. Міне воспалительные не дейді ғой, точки дейді ғой, солар уже сыртына шыққан сияқты. Кімге полезно болса,
осы видеоны көріп өзіңізге бір керекті дүниеңізді алар деген ниетпен түсірдім. Қарағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.